Сәлем, менің арнама қош келдің. Бүгін мен сіздерге кері байланыс, яғни рефлексия туралы айтатын боламын. Кері байланысты көпшілігіміз өте жақсы білеміз, ал егер арамызда жас мамандар болатын болса, олар үшін пайдалы ақпарат деп ойлаймын. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Кері байланыс дегеніміз бұл адамның өзі куә болған оқиғаға немесе басқалардың әрекетіне айтылған пікірі. Кері байланыс жаңа форматтағы сабақтың маңызды бір бөлігі болып табылады. Рефлексия дегеніміз не? Кері байланыстан айырмашылығы бар ма? Рефлексия дегеніміз өз жұмысыңа талдау жасау. Жалпылама айтқанда өзіңмен өзің сөйлесу. Не істедім, қандай мақсатпен, неге солай жасадым, қандай нәтиже алдым, қалай жасасам дұрыс болады деген сынды сұрақтарды өз-өзіңе қою. Оқушыларды әр сабақта рефлексия жасауға үйрету керек. Өйткені бала рефлексия жасай алмаған жағдайда, яғни өз әрекеттерін түсіндіріп, оларға талдау жасап, бағалай алмаса, онда оның берілген оқу әрекеттерін ғана орындап, бірақ олардың өзінің дамуындағы маңызын түсінбейтіндігі анық. Басқаша сөзбен айтқанда, рефлексия жасай алмайтын оқушы өзінің өзгерісін де байқамайды. Кері байланыс түрлері: ауызша және жазбаша. Ауызша кері байланыс оқушылардың деректер келтіру тұрғысындағы жауабына сол сәтте пікір білдіру, дұрыс немесе дұрыс емес екенін айту, оның нәтижелерін оқушылармен талдау болып табылады. Ал жазбаша кері байланыс бұл мұғалімнің оқушыға берген пікірлерінің жазбаша түрде ұсынылуы. Жазбаша кері байланыс сабақта оқушылардың жазбаша жұмыстарын, өзіндік бақылау жұмыстарын, портфолиясын тексеруде қолданылады. Кері байланысты қолданғанда мынандай жайттарды есте ұстаған дұрыс. Кері байланыстың үйренудің ең тиімді әдіс екендігін ұмытпаңыз. Өзіңізге қажетті екендігін де естен шығармаңыз. Бұған қоса кері байланысты жұмысымызды жақсартудың, өз олқылықтарымызды түзетудің ең тиімді нысаны деп қабылдау керек. Сол себепті кері байланысты сабырлықпен және іштей болса да ризашылықпен қабылдау керек. Оқушылармен байланыс барысында жүргізілетін рефлексия түрлеріне тоқталсақ, рефлексия түрлері физикалық рефлексия, сенсорлық рефлексия, интеллектуалдық рефлексия болып бөлінеді. Рефлексияны міндеттеріне қарай келесідей етіп классификациялауға болады. Көңіл-күй және эмоциялық жағдайдың рефлексиясы, іс-әрекет рефлексиясы, оқу материалы мазмұнының рефлексиясы. Көңіл-күй және эмоциялық жағдайдың рефлексиясы. Мұнда біз бет-әлпетте бейнелеген түрлі карточкаларды және смайликтерді қолданамыз. Іс-әрекет рефлексиясы. Бұл рефлексия түрі үй тапсырмасын тексеруде, топтық, жұптық немесе жеке жұмыстарды қорғауда қолданылады. Себебі оқу материалымен жұмыс жасау тәсілдерін түсінуге, басқа да әдістерді ізденуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ сабақ соңында да қолдануға болады. Өйткені әр оқушының белсенділігін анықтауға мүмкіндік беретін рефлексия түрі. Іс-әрекет рефлексиясына пантомиманы алсақ болады. Онда қолын жоғары көтерсе, өз жұмысына риза болғаны. Ал егер оқушы басын төмен қаратса, өз жұмысына қанағаттанбағандығы. Ал бетін қолымен жапса, жұмысқа немқұрайлы қарағаны. Бұл іс-әрекет рефлексиясының бір түрі. Оқу материалы мазмұнының рефлексиясы. Оқушылардың өтілген материалды қай деңгейде түсінгендігін анықтауға бағытталған. Әдетте бұл рефлексия түрі сабақ соңында қорытынды жасау мақсатында қолданылады. Әр оқушы сабақ барысында қойылған мақсаттарға жетуде не жасағанын, өз белсенділігін, сынып жұмысының тиімділігін, таңдаған жұмыс түрлерінің пайдалылығын бағалауға бағытталған. Оқу материалы мазмұнының рефлексиясына оқушылар экранда сөздер тізбегін таңдай отырып, тізбектей өз ойын бір сөйлеммен айтуына болады. Мысалы, сабақ аяқталғаннан соң не қызық болды, сабақта не қиын болды, мен қандай тапсырманы орындамадым, мен нені түсіндім, енді мен не істей аламын,
мен не сезіндім, мен өзіме не алдым, мен не үйрендім, мен не жасауды үйрендім, мені не таңғалдырды, сабақ маған өмір үшін не берді деген сынды сұрақтарды толықтырып жазуына немесе өз ойын бір сөйлемге сыйдырып айтуына болады. Кері байланысты ұсынғанда мынандай ережелерді ұстанған дұрыс. Позитивті болу. Талданып жатқан әрекеттердің жағымды, ұтымды жақтарын көруге ұмтылу қажет. Тіпті адамның мақтайтындай қасиеті болмаса, онда оның ниеті мен ынтасын жағымды деп тану керек. Ұсыныс жасағанда жұмысты жақсартатын мәселелерге тоқтаған дұрыс. Әңгімені өзгені жақтыру немесе сыйлау тұрғысынан жүргізу керек. Бағалаушы болмау. Адамның басқа адамдардан айырмашылығы оларға ұқсамайтындығында деген қағиданы ұстанған орынды. Яғни, біз басқалардан артық та кем де емеспіз. Тек өзгешеміз. Кері байланыста сол себепті өзімізді жоғарыда, төменде қоймау керек. Тек өз ойымыз бен түсінігімізді келтіру қажет. Кеңес бермеу, үйретпеу керек. Тек қана ұсыныс жасау керек. Ынталандыруға ұмтылу. Кері байланыстың бір мақсаты адамды шығармашылық жұмысқа ынталандыру. Жағымды пікір айтумен қатар адамды болашақта өз жұмысына игі өзгертулер енгізетіндей қызықтырып, шабыттандырған дұрыс. Сыпайы болу. Адамды жекімей, ұрыспай, дөрекі сөйлемей, ренжітпеуге тырысу керек. Өйтпеген жағдайда оның кері байланысты ризашылықпен қабылдап, өз әрекеттеріне өзгерістер енгізетіндігі екіталай. Көмектесу керек, жәрдем беру қажет. Адамға шынайы түрде жақсылық тілеп отырғанымызды дәлелдеп бағу керек. Кері байланыста мен сізге қалайша көмектесе аламын деп ойлайсыз деген секілді сұрақтар арқылы өзіміздің қол ұшын беруге дайын екенімізді білдіргеніміз абзал. Тең ұстау. Кері байланысты жүргізудің негізгі нысаны ақылдасу, кеңесу болғандықтан мұндай әңгімеде екі жақта бір-біріне пара-пар болуы керек. Біреудің екіншіден жоғары тұруы кері байланыстың нәтижелі болатындығына нұқсан болады. Сәттілікке бағыттау. Тыңдаушының көкейіне кері байланыс, игі әрекет деген оймен қатар, оның нәтижелерінің тұлғаның дамуы мен өсуі үшін маңызды екенін ұялату керек. Ал игі нәрсенің қорытындысы тек жағымды болатындығын да ұмытпаған жөн. Кері байланыс тиімді әрі сәтті болған сайын мұғалім оқытудың қалай жүріп жатқандығы, оқушылардың қалай оқитындығы туралы қажетті мәліметтер алып отырады. Кері байланысты алғанда мынандай ережелерді ұстанған дұрыс. Ризашылық білдіру. Кері байланыстың бір адамның екіншіге шын көңілмен көмек көрсету екендігін ескере отырып, айтқан ескертпелер мен ұсыныстарға ризашылықпен қарау керек. Кері байланыс берушіге жиі рахмет және алғыс айтып, ол сізді ынталандырады. Тыңдай білу. Кері байланыс берушінің сөзін бөлмей, оны ылғи да мақұлдап отырған дұрыс. Бас изеп, ишаратпен. Қажет болған жағдайда оған ойын нақтылайтын сұрақтар қою арқылы бұл мәселе бойынша өзіңіздің келісетіндігіңізді және хабардар екендігіңізді білдіріңіз. Әңгімені өзіңізге қажетті бағытқа бұрып отырыңыз. Мадақтай білу. Ризашылықты білдірумен қатар, кері байланыс берушіні мадақтауды да ұмытпаған жөн. Осы арқылы біз тиімді қарым-қатынаспен бірге берілген ұсыныстардың сапасын да арттырамыз. Сіз бұл мәселеге тіпті де мен ойламаған жақтан қарадыңыз. Шындығында да бұл өте тиімді ұсыныс. Менің ойымша сіздің сөздеріңізде терең мағына бар. Бұл ұсынысыңыз менің тәжірибемде маңызды орын алады деп ойлаймын деген секілді сыпайы мадақтаудың әңгімені мәнді жасайтындығы анық.